Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді мастер-класстарда хит болып жүрген үгілмелі қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл самсаны қорықпай тапсырысқа да жасасаңыз болады. Алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін електен өткен ұнға салқын сары майымызды үккіштен өткізіп, жақсылап араластырып, крошка жасаймыз. Крошкамызды жасап алып, ұнымызды бір шетке қоя тұрамыз. Енді бөлек ыдыстағы қаймақтың үстіне 2 жұмыртқаның сары уызын, 1 жұмыртқаны, шай қасықтың 3/1 бөлігіндегі тұз және суымызды қосып өзара араластырып, крошканың үстіне құйып, қамыр елейміз. Қамырды қатты илеудің қажеті жоқ, басы біріксе болды. Салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Июі қанған холодильниктегі қамырымызды алып, жақсылап бір келкі етіп жайып аламыз. Видеодағыдай қамырымызды бір келкі етіп жайып аламыз. Қамырымызды бір тегіс етіп жайып алдық. Енді осы қамырымыздың үстіне сары майымызды ерітіп, жақсылап бір келкі етіп жайып аламыз. Майды жақсылап жайып болғаннан кейін, осылай видеодағыдай рулет тәрізді етіп орап, холодильникке кемінде 2-3 сағатқа салып қоямыз. Немесе асығыс болған жағдайда морозильникке жарты сағатқа салып алсаңыздар да болады. Сондай-ақ достар, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеоларымда алғашқы болып көретін боласыздар. Негізі май жақып болғаннан кейін осылай майдың үстіне ұн сеуіп барып орасаңыздар, қамырларыңыз керемет болады. Мен бас жағында ұмытып кетіппін, бірақ ештеңе етпейді. Міне қамырымызды рулет тәрізді етіп орадым. Енді осыны салафанға салып, холодильникке салып қоямыз. Мен заказға жасағандықтан бір түн алдын ала, яғни бір күн бұрын холодильникке салып қойдым. Енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін фарш, ұсақтап туралған пияз, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырып аламыз. Үстіне кішкене сұйық май қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл самсаны тапсырысқа жасадым, сондықтан салмамыздың барлығын таразының көмегімен өлшеп алдым. Егер сіздер үйге жасасаңыздар, көз жобамен жасасаңыздар да болады. Ал егер тапсырысқа болса, самсаларыңыз бір келкі шығу үшін өлшеп жасағандарыңыз дұрыс. Міне осылай фаршымызды бір келкі етіп өлшеп бір шетке қоя тұрамыз. Енді қамырымызды алып, қамырларымызды да бір келкі етіп, яғни мен қамырымызды да, салмамызды да 35 граммнан бөліп алдым. Әр қамырымызды 35 граммнан бөліп алғаннан кейін жақсылап жайып аламыз. Қамырларымыз тым жұқа, тым қалың болмау керек. Орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қамырларымызды жайып болғаннан кейін мен сіздерге түйеу әдісін көрсетейін. Мінекей шетін алдын ала жақсылап біріктіріп аламыз. Содан кейін осылай қайыра отыра, шымши отыра, осылай өріп шығамыз. Мені видеода көргеніңіздей етіп, өріп шықсаңыздар болады. Әдемі көріну үшін осылай тұрғызып қойсаңыздар өте әдемі көрінеді. Және тағы біреуін түйіп көрсетейін. Міне осылай өлшеп алған фаршымызды қамырымызға салып, тағы да шетін жақсылап біріктіріп алып, осылай өріп шығамыз. Өру әдісі өте оңай және самсамыз піскеннен кейін әдемі көрінеді. Мінекей самсаларымызды түйіп болдым. Енді жұмыртқаның сары уызына кішкене сүтті қосып, осылай бір келкі етіп самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз да, қалауларыңызша ақ күнжіт, қара күнжіт сепсеңіздер болады. Енді осы дайын самсамызды алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз.
пісу уақыты әр пеште әрқалай, сондықтан өз пештеріңіздің ыңғайына қарап жақсылап самсаларды пісіріп аламыз. Самсаларымыз өте керемет болып пісіп шықты. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.